Ассаламу алейкум достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрт және май жасау әдісімен бөлісемін. Ол үшін бізге айран және күбі қажет. Айранымызды күбіге құйып, қажет мөлшерінше су құю қажет. Қанша мөлшерде айран болса, сонша мөлшерде су құйылу қажет. Күбімізді қосамыз. 10-15 минуттан кейін майымыз дайын. Майымызды ыдысқа салып алып, бірнеше қайтара жуамыз. Тазалап жуылған майымызды тұздаймыз. Ал енді құрт жасауға кірісеміз. Қалған айранымызды үлкендеу ыдысқа құйып, газға қоямыз. Газға қойылған айранның үстіне 2-3 қасық тұз салып жіберу қажет. Ол сүзбені суынан ажыратуға көмектеседі. Сүзбемізді ситоға құямыз, немесе осындай құрт қалтаға құямыз. Құрт қалтадан суы аққан сүзбені аламыз. Сосын тұз салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды басын біріктіріп, дөңгелектеп шариктер жасаймыз. Құртымыз дайын. Далада күннің шуағында кептірілген құрттар өте дәмді болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Табиғи, қолдан жасалынған құрттың жасалу жолы осындай. Міне, құрт майымыз дайын. Ас болсын. Егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, се кнопкасын басып қойыңыздар.